Армысыздар, достар. Арнама қош келдіңіздер. Әлемде талай қызық бар демекші, бүгін мен сіздерге тікелей эфирдегі ұятқа қалған топ 10 видеоны көрсетемін. Сіздермен бірге бәрі қазақша арнасы және оның жүргізушісімен Рахым Талғат. Ендеше бастайық. Міне, мына жерде мына балақай репортердің бетін сипап кетті. Ұстай алмайтынын біледі. Неге тиісіп қалмасқа деді ғой мына жігіт. Ал мынадай сальтоны сіз еш жерден көрмеген боларсыз. Бір қызығы, бұл жігіт оңбай құлағанына қарамастан, жерде жатып ақ репортажды жалғастырып жатты. Көбінесе қыс ауасында осындай жайттарды көп көреміз. Ал бұл жерде ауа райы болжамының жүргізушісіне аяқ астынан ықылық тиіп қалды. Cypress to Copperfield as well. 5:36. Excuse me. Compared to heavy rain. Excuse me. Scattered showers and a couple of thunderstorms during the overnight. Енді мына ситуацияға кезек берейік. Кейде тележүргізушінің көмекшісі артық қылам деп тыртық қылып қоятын кездер болып жатады. Ал мынау енді шедевр ғой. Мама сізге звондап жатыр. Спорт алаңдарында репортаж жүргізу барысында өте сақ болу қажет. Негізінде бұл сәтте сценарий бойынша репортер өрмекші адамның қолына құлау керек болған. Бірақ та өрмекші адам сценарийді толық оқымапты. Елестетіңізші, сіз интервью беріп тұрсыз, ал сіздің артыңызда адамдар суға құлап жатыр. Ну ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. 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 Тау. Ал кей кездері үлкен кісілердің өзі репортерларды мазақ қылатын кездер болып жатады. But everyone had asked that we're live. LaBeouf obviously. Now, in the past few weeks, the SPCA has been ritzy. I love you. Auditors last year found the state low. Nice to see you. De l'association 1000 visages. Kan folk igen gå over broen frem og tilbage. Så det er en god nyhed herfra. It would appear that all the parties are pretty much on the same page. Right before the show started, it was pretty easy. You guys having a good time? There it is. Reporting there live from central Moscow. According to the FBI, at the location where he dropped his police officer. Шампанды қалай ашу керектігін үйреніңіздер. Жұмысқа беріліп кеткені соншалық, жолдың ортасына дейін шығып кетіп, бір өлімнен аман қалып жатқандар жоқ емес. Анда-санда мынадай жайттар болып тұрады. Melissa Howell, she joins us live from Stewart. What is that? Ең қауіпті репортаждардың бірі, ол репортер өзінің артында не болып жатқанын білмейтін сәттер. Attention, Fanny, il y a une grosse vague derrière. Репортер қыз құмнан үлкен қамал соққан адамнан интервью алу үшін пляжға келді. Әрі қарай не болды? Қыз тұрған орнынан тайып жығылып, керемет дүниенің тас талқанын шығарды. Ал енді мұқият қараңыздар. Репортер мүсінші жігіттен сұхбат алуда. Oh my God. I am so sorry.
I'm sorry. Sorry about that. Can you... Әйгілі BBC каналында мынадай күлкілі жағдай орын алды. Ауа райы болжамының жүргізушісі тікелей эфирде байқаусызда ортаңғы саусағын көрсетіп қойды. Тұрған орнынан құлап кететін сәттер де аз емес. Кей кездері артқы фонда жануарлардың ұятсыз нәрсемен айналысып жатқанын да байқаймыз. Killing of cows has been outlawed for years. See this, Johnny? Oh, Carol, don't look behind you. Fox каналында жүргізушінің бірі вешалкасын костюмінің артында ұмытып кетіпті. CNN каналында өте ыңғайсыз жағдай орын алды. Тікелей эфир барысында тележүргізушінің орындығы төмен түсіп кетті. Құрметті достар, егер де сізге бұл видео ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып кетіңіз. Және де бұл видеоны достарыңызға таратыңыз. Ендеше көріскенше.